Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлсая, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дәмі өте керемет болып шығатын және де бір жасағаннан шығатын керемет торттың рецептімен бөлісемін. Ешқандай да вареная сгущенка, сливки және де творожный сырды қажет етпейді. Бұл торт өте қарапайым әдіспен жасалады. Міндетті түрде осы видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға жұмыртқаларымызды салып аламыз және де үстіне қантты қосатын боламыз. Ендігі кезекте екеуін жақсылап миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Міндетті түрде миксеріңіздің басы өте құрғақ болу қажет, сол кезде бізде жақсы қоспа шығатын болады. Миксеріміздің ең жай жылдамдығынан бастап, әрбір минут сайын осылай жылдамдығын көтеріп отыратын боламыз. Дәл осылай әдемілеп миксерлеп алатын боламыз. 2 есе ұлғаюы қажет. Қоспамыз осылай ағарған кезде үстіне біз суымызды құятын боламыз және де тағы да кішкене миксерлеп жібереміз. Жақсылап миксерлеп болғаннан кейін қопсытқышымызды қосып, шамамен 10 граммдай болады және де құрғақ қоспаларымызды қосатын боламыз. Міндетті түрде осылай ситодан өткізіп қосыңыздар. Дәл осы видеоның астына описание бөлімінде толық рецепті қалдыратын боламын, сол жерден қарай алсаңыздар болады. Ең соңында ұнымызды қосамыз, міндетті түрде ұныңызды да ситодан өткізіп қосыңыздар. Сол кезде бізде бисквитіміз жақсы, яғни пышный болып шығатын болады. Ендігі кезекте миксердің жылдамдығымен жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Біркелкі қоспа болғанша жақсылап араластырамыз, яғни ешқандай да түйіршіктер қалмауы қажет. Құрметті менің көрерменім, маған әлі тіркелмеген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз және де все дегенді таңдаңыз. Сол кезде менің каналыма шыққан әрбір жаңа видеоны сіз бірінші болып көре аласыз. Және де менің каналымда торттың рецебі өте көп. Дәл осы видеоның астына ссылкасын қалдыратын боламын. Және де сіздің қоспаңыз өте қатты сұйық болса, кішкене осылай ұн қосуыңызға болады. Ол сіздің ұныңыздың тығыздығына байланысты. Мінекей мен жақсылап миксерлеп болдым. Дәл осылай қоспа болуы қажет. Ендігі кезекте формаңызға пергамент қағазды салып, және де жан-жағын майлауды ұмытпаңыздар. Қоспамызды дәл осылай ортасына құясыздар. Алдын ала қыздырылған 180 градуста 30 минутта пісіріп алатын боламыз. Бізде коржықтар пісіп жатқан кезде біз кремді дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға 2 жұмыртқа және де қантымызды және кукурузный крахмалды қосатын боламыз. Барлығын қосып болғаннан кейін ең соңында сүтімізді құямыз да жақсылап венчиктің көмегімен біркелкі масса болғанша араластыратын боламыз. Міндетті түрде ыдысыңыз отқа қоятындай ыдыс болу қажет. Бірден осы ыдысқа дайындайтын боламыз. Ендігі кезекте отымызға қойып, міндетті түрде үздіксіз араластырып, жай отта қайнататын боламыз. Міндетті түрде үздіксіз араластыруыңыз қажет, осылай венчиктің көмегімен, себебі асты жабысып қалуы мүмкін. Дәл осылай араластырып жатқан кезде біздің креміміз жайлап қоюлана бастайды. Осылай қайнатпалы кремді дайындайтын боламыз. Дәл видеодағыдай креміңіз қоюланып бастағанда отымыздан алып, венчиктің көмегімен жақсылап айналдырып, біркелкі қылып шығаратын боламыз. Мінекей біздің коржығымыз пісті. Қараңыздар, өте әдемі болып көтерілген. Енді толықтай суытатын боламыз. Бізде піскеннен кейін міндетті түрде піскенін осындай құрғақ таяқшаның көмегімен тексеретін боламыз. Осылай сіздің таяқшаларыңыз құрғақ болып шығуы қажет. Ендігі кезекте формадан жақсылап тұрып босатып аламыз. Міндетті түрде пышақпен осылай айналып өтіңіздер. Формаңыздан босатып, толықтай суытып алатын боламыз. Суығанша мүлде пышақпен кесуге болмайды. Қараңыздар, өте әдемі, біркелкі болып піскен, және де қалыңдығы да өте керемет болып шыққан. Дәл осындай поклан қағазына пісірсеңіздер, асты ешқандай да жабыспай әдемі болып пісетін болады. Және де жұмсақ болып шыққан. Коржықтарымыз шамалы суығаннан кейін пышақтың көмегімен 3 бөлікке бөлетін боламыз. Міндетті түрде беткі бөлігін осылай пышақтың көмегімен кесіп алып тастайтын боламыз. Қараңыздар, өте әдемі, өте жұмсақ болып шыққан, арасы толықтай піскен. Осылай 3 бөлікке бөліп аламыз да, енді толықтай суытатын боламыз. Бізде кремімізді толық суығаннан кейін бөлме температурасындағы еріп тұрған майды осылай қосатын боламыз біздің қайнатпалы кремге.
Ендігі кезекте біз венчиктің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Шамамен 5-10 минуттай жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте ең соңында тортымызды жинайтын боламыз. Егер де сізде осындай кольцо болса, соған жинасаңыздар болады. Және арасына жағатын пропиткаге мен қарапайым сүтті қолдандым. Және де үстіне осылай кремімізді жақсылап жағып салатын боламыз. Ешқандай да қиындығы жоқ, өте қарапайым қайнатпалы кремнен жасайтын боламыз. Дәл осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Түнгі уақытта жасасаңыз, таңғы уақытқа өте әдемі болып тұратын болады. Дәл осылай видеодағыдай қайталап, коржықтың үстіне пропиткамызды сеуіп, және де кремімізді жағатын боламыз. Егер де менің видеом ұнаса, лайк басып, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің каналымнан алдағы уақытта қандай да рецепттер көргілеріңіз келеді, соны жаза кетіңіздер. Бұл жерде бізде ешқандай да артық крем қалмайды. Барлығын осылай ең соңында салып, барлық жеріне әдемілеп жағып шығамыз лопатканың көмегімен, және де ең соңғы коржығымызды салатын боламыз бетіне. Барлық тортымызды жинап болғаннан кейін бетіне шоколадты глазур дайындайтын боламыз. Ол үшін Қазақстан шоколадын және де кішкене ғана сары майды бірге араластырып, су моншасында ерітіп алатын боламыз. Немесе микроволновкаға салып алсаңыздар да болады. Тортымыздың қақ ортасына осы шоколадты глазурымызды құятын боламыз. Міндетті түрде бірінші кольцодан босатып алуыңыз қажет. Және жиегін видеода көрсетіліп тұрғандай осы лопатканың көмегімен тегістеп шығатын боламыз. Негізінде тортыңызды әсемдеу өз қалауыңызша мен осылай шоколадты глазур құйып шықтым. Лопатканың көмегімен барлық жеріне жеткізіп, және жиектеріне жағуды да ұмытпаңыздар. Глазурымызды толық жағып болғаннан кейін өзіңіз қалағандай торттың бетін әсемдесеңіз болады. Мен жазда қатырылған жидектермен әсемдеп шықтым. Өте әдемі болып шықты. Егер де дәл осы видео сізге ұнаса, өз пікіріңізді жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлсая ас болсын.